Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы бірінші бөлім Дананың сөзі, ақылдың көзі, Қорқыт шығармашылығы 8-ші сынып. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың тұжырымдамасы, әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Тақырыпқа шолу: Қорқыт шығармашылығы туралы не білеміз? Оның қазақ әдебиетіндегі орны қандай? Қорқыт шығармашылығы. Қорқыт ата түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобызшы. Қорқыт сөзін қорқыт сөзінен шыққан. Қор деген көне түркі тіліндегі өр деген сөз. Хор деп те айтылған, ал құт ол кәдімгі құт, береке, игілік деген сөз. Демек, қорқыт сөзі жоғарыдан келген құт деген мағынада. Бірақ қазақ тілінде ол қорқыт болып, кейін осы атаудан талай аңыз, ертегілер туған. Қорқыт ата өмірде ізі, артында әдеби, музыка мұрасы қалған тарихи тұлға ретінде белгілі. Қорқыт атаның өмір сүрген кезеңі туралы ғылымда әртүрлі болжамдар қалыптасқан. Алайда зерттеулердің көпшілігі Қорқыт ата Сырдария бойында өмір сүрген Оғыз Қыпшақ тайпалық бірлестігінде 10 ғасырдың басында дүниеге келген деген тұжырымға саяды. Рашид ад-Дин Жамиғ ат-Тауарих атты тарихи шежіресінде Қорқыт атаны Қайы тайпасынан шыққан десе, Әбілғазының түрік шежіресінде оның тегі Баят екендігі, оғыздардың елбегі болып 95 жасқа келіп қайтыс болғандығы айтылады. Сыр жағасына жақын жерде Қорқыт атаның зираты болғанын Деваев және тағы басқа ғалымдар өз еңбектерінде атап өтеді. Бірінші тапсырма: сұрақтарға жауапты жазбаша жазыңыз. Қорқыт ата кім болған? Қорқыт ата қай кезеңде өмір сүрген? Қорқыт сөзінің этимологиясы қандай мағына береді? Дескриптор сұрақтарға жауап береді, өз ойын білдіреді. Екінші тапсырма: Қорқыт ата кітабы туралы мәліметті оқыңыз. 8-ші бет. Қорқыт ата кітабында Қорқыт бейнесі қалай сипатталған? Жыр оқиғаларында кездесетін кейіпкерлерді атаңдар. Дескриптор Қорқыт ата кітабы туралы мәліметті оқиды, сұрақтарға өз ойын білдіре отырып жауап береді. Рефлексия: қызыл түс: мен тақырыпты толық түсіне алмадым, әлі де оқуым қажет. Сары түс: мен тақырыпты түсінемін, бірақ барлығын емес, үйренерім әлі көп. Жасыл түс: мен өте жақсы түсіндім және басқаға да түсіндіре аламын.